Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай керемет банан және тосап қосылған пирогтың рецептін ұсынамын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Қамырына керекті заттар: ұн, қопсытқыш, қант, сары май және жұмыртқа. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды салып, сары майымызды жұмсақ қылып салып алып, жақсылап илеп аламыз. Міне осылай болуы керек. Оның үстінен біз қантымызды, қопсытқышымызды қосып араластырып аламыз. Және де 2 жұмыртқамызды салып, қамыр илеп аламыз. Міне қамырымыз осылай болып шықты. Енді осы қамырымызды салафанға салып, 10-15 минуттай тоңазытқышқа қойып аламыз. Міне қамырымызды тоңазытқыштан шығарып, 2 бөлікке бөліп аламыз. Міне қамырымызды бөліп, дөңгелекше жасап аламыз. Енді бір қамырымызды алып, кішкене ұн сеуіп, жайып аламыз. Міне осылай жайып аламыз. Енді пирог пісіретін ыдысымызға қамырымызды жайғастырып аламыз. Міне осылай жан-жағын бәрін тегістеп, әдемілеп жайғастырып аламыз. Енді салмасына мен астыңғы жағына бананды қосамын. Бананымызды жұқа және біркелкі етіп, дөңгелекше етіп турап аламыз. Міне осылай етіп турап алдым. Енді дайын тұрған қамырымыздың үстіне біркелкі қылып жайғастырып шығамыз. Міне банандарымызды жайғастырып шықтым. Енді шие тосабын қосамыз. Менде шиенің тосабы дайын тосап, және де қасықпен біркелкі жайғастырып шығамыз. Міне менде тосаппен бананымыз біркелкі жайғастырып шықтым. Енді осыны кішкене қойып қоямыз және екінші тұрған қамырымызды кішкене ұн сеуіп, оны да жайып аламыз. Міне видеодағындай етіп жайып аламыз. Енді оны арнайы кескіштің көмегімен қолданып, әдемілеп кесіп аламыз. Міне мен кесіп алдым. Енді осы қамырымызды дайын тұрған қамырымыздың үстіне жасап, үстіңгі қабатын әдемілеп жасап аламыз. Міне шет-шеттеріне әдемілеп өрнектеп қамырымызды жасасаңыздар да болады. Өздеріңіздің қалауларыңызша жасасаңыздар болады. 180 градусқа 40-45 минутқа қойып аламыз. Міне пирогымыз дайын болды. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шықты. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Міне пирогымыз өте дәмді. Сіздер пирогты кішкене суытып, шаймен ішсеңіздер өте дәмді болады. Және де осы видеоны соңына дейін көріп, видеом сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды да ұмытпаңыздар. Әлі алда көптеген рецептер шығады. Сол себепті менің YouTube каналыма тіркелуді де ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жансұлу.